Шай үстінде ағам кешке болған жайтты жайып салды. Осындайда тылсым оқиға болады екен ғой деп бір сәт үрей құшағында қалдық. Ағамның жақын араласатын Ержан деген досы 2 жыл бұрын көлік апатынан көз жұмған еді. Пенде шіркін, ажал деген аждаханың құшағына қашан түсерін алдын ала болжап біле алмайды ғой. 40 жасқа енді ғана аяғы басқанда 3 ұлын жетім, әйелін жесір қалдырып кете барды. Қолдан келер не шара? Ағайын достары марқұмның 70-40 жылын өткізіп, басына белгі қойды. Көзді тырнап ашып, күйікті тірліктің диірменіне түскен мына заманда кімге кім қараласқандай. Міне, содан бері 2 жыл уақыт сырғып өте шықты. Кеше тіршілігінде бірге жүрген 3-4 досы марқұмның шаңырағына бас сұғып, Құран бағыштап қайтыпты. Ержанның үйіне кіріп шыққанымыз қандай жақсы болды. Анар да қуанып қалды. Өлі разы болмай, тірі байымас деген ғой. Марқұмға арнап Құран бағыштадық. Бір аунап түскен шығар жарықтық. Ерекең бар кездегідей қайдан болсын. Қайғыдан қажыған келіншегінің де, әкесін сағынған балаларының да түрі жүдеу. Үлкені биыл 6-ға толыпты. Анар балаларын әкелерің алыс жерге жұмысқа кеткен деп алдаусырататын көрінеді. Қайтсын енді, бір әйел үшін 3 баланы бағып қағу қазіргі таңда оңай соқпайды. Бір жақсысы басында баспанасы бар деп ағам әңгімесін одан ары жалғастырды. Балаларына қиын ғой, қанша ес білмейді дегенмен әкенің жоқтығын сезеді екен. 2 жыл бұрын томпаңдап алдымыздан шығатын тұңғышы кеше біз барғанда басқаша көрінді. Атын атап шақырғанда жүгіріп кеп қолын ұсынатын. Ерлік қазір жасының қалғандай. Тосырқай қарап шешесіне тығылды деп ағам баланың қылығын сөз етті. Содан дедік біз тағатсыздық таныта. Анар ас суын әзірлегенше біз өткен шақты еске түсіріп, альбом көріп тұруды жөн санадық. Балалар жұмалап, жыртып тастар деген шығар, биік шкафтың үстіне қойыпты. Альбомның 1-2 бетін ашқандай-ақ байқадық. Топтасып түскен суретте басқа адамдардың бейнесі бар да, Ержан көрінбейді. Бәріміз де аңтарылдық. Өз көзімізге өзіміз сенбей, тағы бірнеше бетін ашып қарадық. Ержан жоқ. Қасында тұрған адамдар баз қалпында. Бұл жайтты келіншегі Анар білмейтін сияқты. Бәріміз суретке қарап бір кездегі істеген тірліктерді еске түсіре бастадық. Мына жерде суретте көлге шомылғалы барғанбыз. Көлдің жағасына түскен сурет еді. Ержан жүгіріп кеп алдымызға жата қалып еді. Ал мұнда жоқ, деді Дархан өз көзіне өзі сенбей. Мынау ше, мынау, осы үйдің алды, уақытша тігілген шатырда естелік қалдырғанбыз. Үйдің іргетасын құйған кез, 15 жігіт боп жиналғанда естеріңде болар. Ержан марқұм мұнда ала жейдесімен тұрған, қолында күрегі бар еді, деді Саттар. Біз осылай шуылдасып жатқанда Анар кіріп келді. Аста дайын болған екен. Біз альбомды жинап орнына қойдық. Қуарған жүзімізді көріп, ол бір нәрседен сескенген сияқты. Әрқайсымызға бір-бір қарап қойды да шайын құя бастады. Бойымызды билеген қобалжу ма, қорқыныш па белгісіз. Алайда өзімізді барынша дұрыс ұстауға тырыстық. Шай үстінде өткен кеткенді сөз етіп, көңілді отырғандай кейіп таныттық. Айту керек пе әлде оның керегі шамалы ма деп сауалға маза берер емес. Аз үнсіздіктен кейін шыдамсыз Саттар. Анар, сен еш қорықпа. Біз бағанадан бері бір нәрсеге қатты таңғалып отырмыз. Бәлкім, сен де аңғармаған шығарсың. Альбомдарды қанша қарасақ та Ержанның бейнесін таба алмадық. Мұнда біз бармыз да ол жоқ. Осы жасқа келгенше мұндай оқиғаны құлақпен естіп, көзбен көрмеппіз. Өзімізде қайран қалып отырмыз еді. Біз де Саттардың сөзін құптап үнсіз бас изедік. Анар да жалма-жан альбомда қолына алып көре бастады. Мына тосын жай оған тіпті ауыр тиді. Саусақтары дір-дір етеді.
Ол да байқамаған екен ғой. Оны сабырға шақырып, көңілге демеу болсын деп діни уағыздар айттық, деп ағам суи бастаған шайын сораптай тартты. Діндарлардың айтуынша, мұндай жайт ерекше жаралған адамдар өмірінде ғана көрініс береді екен. Олар өзімен бірге мына дүниедегі бейнесінде қоса алып кетеді емес. Бір жолы орыс жігітінің құлпытасындағы салынған сурет жоқ болып кетіпті дегенді де естіген едік. Ол да ерекше жаралған жан болды ғой сонда. Кезінде көрші ұйғыр ата о дүниеге барғанда әр салынған суреттің өзіне жан салып беруін өтінім сұрайды екен деп баласын сурет факультетіне оқытпай қойыпты. Кім білсін, атамыз айтқан сөздің жаны бар шығар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Егер сізге оқып берген әңгімем ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіз. Тыңдағандарыңызға рахмет.